Қазақ поэзиясының дүлдүлі, көрнекті өкілі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тұманбай Молдағалиевтің өлең жырлары қазақ поэзиясының алтын қорына қосылған алтын қазына болып қала бермек. Ақын туындыларының көбі әсем де нәзік, сырлы әндерінің өзегіне айналған. Ақын поэзиясы заманымен бірге жасап келеді. Ақынның 1957 жылы «Студент дәптері» дейтін тұңғыш кітабы шығады. Ауылда өсіп, Астанаға келген жас жігіттің көңіл күйін сол қалпында жеткізген кішкене ғана кітап өз кезіндегі әдебиетке тың сүрлеу әкеледі. Сол кездегі оқырмандар кітап көрсе, мерзімдік басылымдардың бетін ашса, Тұманбай өлеңдерін іздей бастаған. Ақынды көпшілік махаббат жыршысы деседі екен. Десе дегендей, кітаптарының негізгі мазмұны махаббат тақырыбында болған. Тұманбай ақын лирикасында әйел тек ғашық жар ғана емес, абзал ана, сүйікті қарындас, қимас құрбы ретінде сыр шертеді. Ақын ағаларына, достарына, інілеріне, замандастарына да жақсы лебіздерін арнайды. Өмірге махаббат дегеннің өзі барша тіршілік иелерінің бәріне мейірім деген ұғымды білдіретінін айтып жеткізіп кеткен ақынымыз.